Сасықында бәрінесілімсің мен Бекашын бүгінгі видеода мен сіздерге қысқасы Айдаһар мінген шабандоздар мультфильмін айтып беретін боламын. Бұл мультфильмді көбісіміз білеміз. Бұл мультфильмді мен деген 2020 жылдардан білемін. Мультфильмде 3 мультфильмі бар және бірнеше мультсериалдары да бар. Басты кейіпкер бұл Икинг, оның Беззубик дейтін, яғни Қызылек деп айта салайыншы қазақша. Қызылек дейтін айдаһары бар. Олар өте мықты, шынымды айтсам. Қызылек мықты оты да бар лазерный. Және оның достары Астрид, Ребенок, Смаркала, Забияка мен Задиряка. Мен солар бар. В общем айтқанда олар өте көп. Және олар өз кезегінде жаңа айдаһарларды тауып өздеріне айдаһарлар үйретеді. Бірінші бөлімде Икинг айдаһарларды қолға үйретіп, алғаш рет айдаһар мен адамдар арасындағы достықты ашатын болады. Және осы бөлімде біз үлкен қызыл ажалды көретін боламыз. Бірақ оны Қызылек айырып тастайды. Одан кейін келесі бөлімде біз Икингтің өсіп кеткенін көреміз. Ол уже андай басшы болайын деп жүреді. Одан кейін Стой өліп қалады. Оны Смутьян өлтірген болатын. Негізі Қызылек, бірақ Смутьян контрольге албаған болатын. Смутьян если что дәу айдаһар, ол аузынан мұз шашады. Бұл бөлімде біз Икингтің анасын көре аламыз. Және бұл бөлім маған өзіме қатты ұнады деп айта алмаймын, бірақ бірінші бөлім маған қатты ұнаған болатын. Үшінші бөлімде уже Қызылек өзіне күндізгі фурияны солай болады. Және Икинг өз көтет кәдімгі мужик болып, сөйтіп бала шағалы Астрид екеуі сондай бала шаға болып кетеді. Солай болып бітеді. Ал мультсериалына келетін болсақ, мультсериалы өте имба, шынымды айтсам, кинодан қарағанда, мультфильміне қарағанда. Мультфильмін негізі любой бүкіл көрсеткен шығар, үшеуінде. Бірақ мультсериалын көбісі көрмеді деп ойлаймын. 80%. Мультсериал өте қызық және жұмбақ заттарға толы болып қалады. Әсіресе ерекше айдаһарлар. Мысалы, маған ерекше болып көрінген және ұнаған айдаһарлардың бірі Скрилл және ажал себуші болып келеді. Ажал себуші өте мықты айдаһар болып келеді. Оның шамамен 50 метрлік немесе 75 метрлік болып келеді. Және үш түрлі оттан тұрады. Ал Скрилл найзағайлы айдаһар болып табылады. Одан басқа бізде деген және онымен қоймай ажал песня смерти деген болады. Ол айдаһарлар өте мықты болған. Досты Икинг оларды әрең жеңген болады, яғни Қызылек. Тағы көптеген айдаһарлар бар және жұмбақ заттар осы сериалдарда көп кездеседі. Мысалы, көптеген жауыздар болып табылады. Мультсериалдың толықтай почти бүкіл бөлім деп айта алмаймын. Тек бір-екі сериалдарын ғана көрген болдым. Оның үстінде мен бірінші сезонды аяқтамаған едім. Өйткені бұған себеп қазақша дубляж жоқ, ал орысшасын көруге желание жоқ. Вообще солай. Басқа да түрлі айдаһарлар көп. Және мультфильміне қарағанда мультсериалын жақсы көремін. Өйткені мультсериалда өте көптеген қызықтар көп. Осымен бітірістермен болған Бекаш және бүгінгі видеода мен сіздерге Дракона мультфильмін айтқан болатынмын. Сау болыңыздар.